кім қуықтың қасына қосылады, қуықтың мойнына. Сол жерде мына бездер үш без өзінің секретін шығарады. Орықты, шәуетті қозғалысқа келтіріп, объемны үлкейтеді. Объемны үлкейтеді, шәует әртүрлі мөлшерде, например, қабанныкі жарты литр қабанныкі. Сперм шәуеті жарты литр болады қабанға. Иә? Мен шошқа фермада істегенмін, сосын айтып жатырмын. Жарты литр бар. Қалғандарынікі уже кішкентай. Шошқа екен ғой. Алдын айтқанды дұрыс қолданбайды болады деген. Так, арғары мына бездері шәуетпен араласып, мынадан шыққан шәуетпен араласып, ең қос артынан шыққан бездердің секретпен араласады, объемный болып. Сосын келеді. Мыняқа кетеді, жыныс мүшесінде. Жыныс мүшесі ненің әсерінен үлкейеді, қатаяды, кім айтады? Қандай жыныс мүшесі мына S-образный изгиб бітіп тура болады, қатты қатаяды, үлкейеді. Енді мына қатаяды ғой, бітіп қатаяды. Особенно жылқылардікі үлкен бұл қатаяды. Ненің әсерінен? Қой түс кезінде. Сондай ма? Сол кезде ма? Иә. Ненің әсерінен үлкейеді? Балдар айтып беріңдерші ненің әсерінен? Мен қыздар білмейді, балдар. Дұрыс па ағай, мидан Мидан қан қуыққа барады, дұрыс па? Сол кезде возбуждение болады, сол кезде анау сперма неден бөлінеді да? Мынадан шығады. Анадан шығады да. Сперма ешқандай зияны жоқ, ол өзі сперма шәует объем өзгермейді. Ешқандай әсері жоқ. Антиконда есі трубкасы жабылады, ол сперма трубкасы ашылады да, сонымен сперма шығып кетеді. Жоқ, мен сұрап жатқанмын, мына ненің әсерінен қатаяды. Қалай қатаяды деп отыр да? Шағыз кезде ненің әсерінен қатаяды. Балдар, мына жыныс мүшесі айғырдікі болса да, бұқанікі болса да, ұрғашыны көрген кезде қатаяды ғой. Ол дұрыс, зритель. Тағы. Күйреген кезде ағай. Иіс келеді ғой. Ана қатаю процесін айтып беріңдерші. Қатаю процесін. Білмейміз, айтасаңыз. Білмейміз. Балдар, сен айты. Лабораторияда айттың ғой мен сенде. Ағай не бөлінеді, ана тестостерон бөлінеді. Жоқ, гормональный ол дұрыс. Дұрысқа қан құйылады. Қанның кесіледі. Білмей тұр бұлардың. Сектор плюс наворование. Кавернозное тело, кавернозное отверстие. Иә, мынаның ішінде каверноздық түтіктер бар. Қуыстар. Соның ішік артериялды қанға толады да, қатаяды. Шарға су құйып, созылады ма, сол сияқты қатаяды. Соның әсерінен. Жылқыда явно көрініп тұрды. Жылқыныкі каверноздық несі өте жақсы дамыған. Сондықтан жылқы есектердікі қалай болады? Қатты, үлкен болады, объемный болады. Потому что каверноздық түтіктесі жақсы қалыптасқан. Түсінелді, қыздар. Оның әсерінен қатаяды. Қуыс, каверноз, ол қанға толады. Қан келеді артериядан, қайтып кету қиындайды. Веноздық қан жабылады, бұлайша айтқанда. Қан келеді, бірақ қайтып кету қиын болады. Соны қан давлениесі көбейеді, жыныс мүшесінде, и ол қатаяды. Түсінерлі ма? Балдар, түсінерлі? Қуықтың мойнына жалғанған жерінде бездерде жалғанған. Еннің ішкі құрылысы. Осының ішінде алғашқы спермилер түзіледі. Бұл ен жаңа ұрықтың алғашқы нелері қанша жастан, қанша айлықтан бастап не алады? Каналшалар болады да, соның ішінде алғашқы спермилер. Ана көрініп тұрған сияқты. Ағай. Мынау ұрықтың несі да қанша айлықтан бастап басталады? Жаңа. Мен саған сұрақ берейін, жыныстық... Жетілу қай? Жетілу. Иә, соны сіздерден сұрап отырмын ғой. Осы уақытта өзі айтып отырмын. 6 ай ма, 5 ай ма, 5 айда уже қалыптасады. 5 айда, иә. Жұмыс істей бастайды.